Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Келіңіздер, керемет бір осындай шай ішейік. Менің каналымда түрлі тәттілердің рецептілері бар. Қалағанын таңдап, осындай керемет бір шай ішуге шақырамын. Бізге керегі бар болғаны сіздің тоңазытқышта табылатын цитрустық жемістер және басқа да жеміс жидектер бола береді. Және де осындай жалбыз жапырақтарын қоссаңыз да болады. Мен осындай барбарис жапырақтары мен жалбыз жапырақтарын қосатын боламын. Қалауыңызша шайыңызға осындай науат немесе бал қоссаңыз да дәмі өте әдемі шығады. Ең бастысы шай қосуды ұмытып кетпеңіздер. Менде бір шай қасық көк шай мен қызыл шайды араластырып, осылай қосатын боламын. Ең соңғы штрих, дәмі мен түсін одан сайын көркем ететін осындай сироп қосатын боламыз. Қалауыңыз бойынша сироп қоспасаңыз да бола береді. Енді осылай қайнаған ыстық су құйып, шамамен 5 минуттай қойып қоямыз. Ол уақытта науатымыз немесе балымыз еріп, және де жемістеріміз өз шырынын шығарып, бір-бірімен дәмдері үйлесіп, әдемі болып тұратын болады. Өзіңізге осылай көңіл бөліп, әдемі шай ішуді әдетке айналдырыңыз. Барлығыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер.